Қазір саат түнгі 2:30. Біз кинодан енді шықтық. Кішкене ұйқым келіп тұрғаны бар. Но оно того стоило, потому что мен қанша күн болды ауырып жаттым үйде. Вообще ешқайда шыққан жоқпын, үйде болдым. В общем, сондай. И бүгін подругамен киноға барайық деп шықтық. Кішкене бір без настроения жатып қалғаным бар, потому что андай нәрсе ғой. Уже көзім жетті да, мен қаншама адамға отказ бере алмай, жарайды деп қаншама адам көңіліне қарап, сөйткен сайын опық өзім жеп қалады екен постоянно. Вообще последний ситуациядан кейін мен в шоке болып, әлі шыға алмадым, если честно. Короче, сондай екен, сиыр сыйпағанды білмейді дегендей болып тұр ғой жағдай. Бір-екі кісіні мақтап кеткеніме өкінемін. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Тіл білу керек, тіл үйрену керек. Жаңағы енді әзілді әндеріміз, бәріміздің акцентіміз осындай ғой, енді осының ояқ-бұяқ болып жатыр. Десек те, оқырмандардың арасында ел көрсем, жер көрсем, шетел араласам дейтін жандарға қазірден бала-шағаларыңызды тіл оқытыңыздар, адамдықты дұрыс тәрбие беріңіздер. Ең бастысы сол. Енді біз енді әзілдеп жаңағыдай әнде сала береміз. Еркелеп, есіріп атсақ, оны бір өнер деп қабылдаңыздар. Уәде. Құрбан айт қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Ауырмаңыздар, барлықтарыңызды жақсы көреміз. Өткінші өмірде бір-бірімізді сыйлап өтейік. Жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырып. Алға Қазақстан. You see, guys, my English is perfect. As well, I want to open English course for people, for children. So if you want to know English, just follow me. Қалайсыздар, ассалаумағалейкум. Еркелеп қоямын сіздерге. Сіздер еркелеп көтеретін болғаннан кейін еркелеңіздер. Сәттілік болсын, қалайсыздар? Амансыздар ма? Құрбан айт қабыл болсын. Дұға тілектер қабыл болсын. Аман жүріңіздер. Тек қана жақсылық тілейміз. Құрметті оқырмандар, ертең Калифорнияда арнайлы киіз үй тігіліп, Құрбан айт мерекесіне Құран оқытылып, сол жерде арнайы жиналатын боламыз. Қуанып отқан себебім, құрметті достар, бір қауым ел екеміз мұнда. Кәдімгідей ақсақалдарымызды шақырып, осы алдыңғы буындарымызды, өнерпаздарды шақырып, кәдімгі полноценный кеше той болды. Шүкір әйтеуір, ағаларымыз балдарына тұсау көсер, тілашар, тойларын жасап осы жақта. Кәдімгідей полноценный той болды. Және дәстүрімізді дәріптеп, ертең киіз үй тігіп, қазақтығымызды жалғастырып жатқан алдыңғы буын ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, Рошан әпкеміз бар, қазақ комьюнитидің басшысы. Ертең стой-стой қарап отырыңыздар, бұйырса таныстырып. Мен өзім ол кісілермен енді танысып жатырмын. Кешегі ағаларымызбен, осында қазақтармен әлі мен танымайтын қазақтар өте көп. Енді ауызбіршілігімізден айырмасын, ең бастысы бізде сәл бар ғана көкірегімізде. Бүйтіп танысақ та танымаған сияқты болып бір-бірімізді. Сол ағайындар ертең бұйырса стористерді қарап отырыңыздар. Негізі сторис 24 сағатта өшіп кетеді. Бұндай нәрселер TikTokқа немесе Instagram желісіне прям тұрақты қып. Ертең енді хабарға ма бір жаққа бұл нәрсені береміз дегендей хабар естідім. Шын өтірігін білмеймін, көреміз ертең бұйырса. Бірақ монтаждап әдемі бір естелікті өзіміздің Instagram желімізге салуға тырысамыз. Амандықта жолығайық, достар. Өздігімізді жоғалтпайық. Біз негізі қазақ деген өте қан таза, мықты неміз ғой. Мен жасайтын жұмысым көп қой. Қонаев қаласына келіп, мәссаған бір документтерге қол қойып, мен жұмысқа салып қойды десе, Мика бар дейсіздер. Екеуміз обед жегіп жатыр. Мен жұмысқа салып қойды. Вау. Қонаев қаласының кітапханасы. Вот мен осында жұмыс жасаймын, достар. Біздің офисіміз жастар рухының офисі осында.
андай ұйықтамағасын сөйлеген сөздерің дұрыс болмай жатыр ма? Саламатсыз. Қалыңыз. Маманы күтіп алуға келдік, достар. Ұйықтамайды. Такси саған тұр енді. Такси. Алматы екadam қалаға. Алтынырды. Жоқ, қарашы, үндемей тұрып қуып кететіндеріңді айтам да, сендердің. Квартира. Достар, Достарлар. Ой отырып көрдің бе? Сет. иә, күшті отырсын. Бит түсіп еді ғой, бит деп кетіріп. Жоқ, кетеді. Екеуің қуып кете саласың да, да? Шығарып қойса? Сен айтам да, дарының деген. Андай нелер бар ғой, ескі кинолар бар ғой, білесіңдер ма? 90-шы жылғына шалбары, аяқ киімі. Сен де айтып. Өзін алып баса, ешкім алып. Ассалаумағалейкум. Еще жүрісі де андай ма? Мында